Tarladan. Бұл фильмнің оқиғасы Эйс Вентура есімді өте аңқау әрбір түрлі адамнан басталады. Ол жануарларды іздейтін детектив. Бір күні ол биік тауға өрмелеп бара жатады. Жолда бір құсты көріп, құстар бір-бірін қалай қоректендірсе, дәл солай аузынан тамақ шығарып, оны қоректендіреді. Содан кейін ол таудың шыңына жетіп, бір жануарды құтқармақ болады. Бірақ жануарды дұрыс ұстай алмай, өзі төмен құлап кетеді. Осы оқиғадан кейін Эйс қатты күйзеліске түсіп, рухани тыныштық іздеп, медитация жасайтын лагерге қосылады. Кейін фильм толық комедиялық бағытқа ауысады. Эйспен кездесуге Гринвилл есімді адам келеді. Ол Эйсті жануарлармен бірге медитация жасап отырған жеріне табады. $20 000. Эйс жануарларды өте қатты жақсы көретіндіктен үнемі солармен бірге уақыт өткізеді. Гринвилл Эйстен өзімен бірге жүруді сұрайды, өйткені олар жоғалып кеткен қасиетті құсты табу керек. Екі тайпаның арасындағы Ханшай мен Ханзада үйленгелі жатқан еді. Қалың мал ретінде бір тайпа екінші тайпаға ақ жарғанат атты қасиетті құсты бермек болған. Бірақ үйлену тойына дейінгі ол құс ұрланып кеткен. Егер құс табылмаса, екі тайпа арасында соғыс басталып кетуі мүмкін. Эйс келісім береді. Жолға шығар алдында лагердің діни адамы оған ерекше медальон сыйлайды. Ол медальон қиын сәтте көмектеседі деп сенеді. Діни адамдар Эйстің қылықтарына қатты күліп, бұрын соңды мұндай адамды көрмегендерін айтады. Эйс пен Гринвилл ұшақпен Африкаға ұшады. Жолда Эйс ұшақта да түрлі күлкілі әрекеттер жасайды. Гринвилл оған балаларды заңсыз тасымалдау туралы маңызды ақпарат айтқысы келеді. Бірақ Эйс оған мүлде мән бермейді. Дочь вождя Вачати должна выйти замуж за первого сына вождя племени Вачу. Африкаға жеткен соң олар көлікпен жолға шығады. Көлікті Эйс жүргізеді. Бірақ ол жолмен емес, тура джунглидің ішінен айдайды. Соның салдарынан көлік қатты бұзылып қалады. Олар сафари паркінің иесі Коул тұратын жерге келеді. Эйс көлікті де өте оғаш түрде қояды. Онда көптеген адамдар жиналған болатын, ал Эйс олармен де түрлі ыңғайсыз әрі күлкілі әрекеттер жасайды. Коул оларды тайпаның көсемі Хутумен таныстырады. Хуту қасиетті құсты табу миссиясының маңызын түсіндіреді. Ол екі австралиялық аңшы туралы айтады. Олардың бірі Винсент еді. Негізгі күдік соларға түседі. Келесі күні Эйс пен Гринвилл джунглиге тергеуге шығады. Гринвилл оған гориллалардың жұптасу маусымы жүріп жатқанын түсіндіреді. Кейін олар тайпаның аумағына барады. Ондағы адамдар оған көпірді өте сақтықпен кесіп өтеді. Біреу құлап кетсе, бәрі қайтадан бастауға тура келеді. Эйс сол жердегі Чиф есімді көстемен танысады. Олардың дәстүрі бойынша біреуді ұнатса, оның бетіне түкіреді. Чиф Эйстің бетіне түкіреді. Кейін оның ұлы да дәл солай істейді. Эйс те аузын түкірікке толтырып, бәрінің үстіне түкіріп жібереді. Осы жерде үлкен комедиялық көрініс болады. Кейін Гринвилл Эйсті қасиетті үңгірге апарады. Онда ақ жарғанат құсының атын атаған кезде тайпа адамдары құрмет ретінде тізерлеп отыратынын Эйс байқап қалады. Ол Чиф пен оның ұлын әдейі мазалау үшін құстың атын қайта-қайта айтып, оларды қайта-қайта отырғызады. Түнді бәрі көңіл көтеріп отырады. Сол кезде Ханшайымды көрсетеді. Эйс оның жанында түрлі әзіл айтып, Ханшайымды күлдіртеді. Ханшайым Эйсті ұната бастайды. Кейін Эйс өз бөлмесіне отырып, Ханшайым туралы ойлайды. Дәл сол кезде Гринвилл келіп, қасиетті үңгірді тексеру керек екенін айтады. Өйткені құс сонда жасырылған болуы мүмкін. Эйс үңгірге кіруден қатты қорқады. Бірақ мұны Гринвиллға айтпайды. Держи. Спасибо, услужливый дурак. Ішке кіргенде жануардың дыбысын естиді. Қорққаннан оған діни адам берген медальонды лақтырады. Дыбыс әлі тоқтамаған соң Эйс зәресі ұшып, үңгірден жүгіріп шығады. Келесі күні Эйс Коулды аңдай бастайды. Өйткені құсты ұрлауға оның қатысы бар деп күдіктенеді. Ол арнайы бақылау құрылғысын жасап, соның ішінде отырып Коулды бақылайды. Коул бір адамға ақша беріп жатқан көреді. Бірақ бақылау құрылғысының желдеткіші істен шығып, іші өте ыстық болып кетеді. Эйс есікті ашуға тырысады, бірақ ол құлыпталып қалады. Сыртқа шығудың жалғыз жолы артқы жағынан шығу еді. Ол арт жағынан еңбектеп шықпақ болғанда, дәл сол жерге туристер келіп қалады.
Олар құрылғыны көріп, бір жануар босанып жатыр деп ойлайды. Кенет ішінен Эйс шығып келеді. Туристер шошып қашып кетеді. Лёва! Идемте отсюда. Джип! Скорее, быстрее! Бұл да фильмдегі ең күлкілі сәттердің бірі. Осыдан кейін Коул Эйстің маймылының жанына келеді. Маймыл Коулды тоқпен ұрып жібереді, ал Коул есінен танып қалады. Кейін есін жиғанда өзін байлаулы күйде көреді. Эйс одан қасиетті құстың қайда екенін сұрайды. Бірақ Коул шынымен де оның қайда екенін білмейтіні болып шығады. Эйс Коулды босатып жібереді. Нет! Мой брат! Сол кезде Коул оған ақша берген адамның қасиетті жарғанатты іздеу үшін жалданған айтады. Яғни құстың жоғалуына оның қатысы болмаған. Мұны естіген Эйс таң қалады. Бірақ Коул кейін Эйсті джунглиге апарып тастап кетеді. Эйс пен оның маймылы орман ішінде келе жатқанда біреу оларға улы дротиктермен шабуыл жасайды. Олар қашуға тырысқанымен бірнеше дротик тиіп, Эйс есінен танып қалады. Көз ашылғанда ол Бачати тайпасының ханшайымы өзін емдеп жатқан көреді. Тайпа адамдары оларға Бачуту тайпасы шабуыл жасады деп ойлайды. Сонымен қатар, қасиетті жарғанатта солардың қолында болу мүмкін деген күдік пайда болады. Осыдан кейін Эйс Бачуту тайпасын бақылау үшін олардың жеріне жасырын кіреді. Бірақ олар Эйс пен аудармашысын ұстап алады. Бачутулар Эйсті ақ ібіліс деп санайды. Тайпа көсемі, егер ол біздің барлық сынақтарымыздан өтсе, оны өлтірмей босатамыз дейді. Бірінші сынақта Эйс оттың үстімен жүру керек болады. Тайпаның бір адамы оттың үстімен өтіп кетеді. Эйс айласын аздырып, әлгі адамды отқа итеріп жіберіп, оның үстімен басып өтіп кетеді. Осылайша бірінші сынақтан өтеді. Екінші сынақта су үстіндегі тар көпірде төбелесу керек еді. Кім суға құласа, сол жеңіледі. Эйс қарсыласының киімін шешіп алып, оны суға құлатып жібереді де, екінші сынақты да тапсырады. Соңғы сынақта ол тайпаның ең мықты жауынгермен шайқасу тиіс болады. Я должен победить его. Жауынгер Эйсті аяу сұрады. Бір кезде найзасын лақтырып Эйстің аяғына тигізеді. Көсем оған көмектесу үшін тағы бір найза береді. Бірақ Эйс оны да дұрыс пайдалана алмай, екінші аяғына тығып алады. Осы көрініске бүкіл тайпа, тіпті Гримвелдің өзі де күліп жібереді. Эйс бәрін күлдірткенімен тайпа адамдары оны ұнатып қалады да босатып жіберуге шешім қабылдайды. Ол кетіп бара жатқанда Бачутулар әзіл ретінде оған тағы да найза лақтырады. Бәрі күліп қалады. Жолда Эйс бір маңызды нәрсені түсінеді. Орманда өзіне тиген улы дротик Бачутулардың қаруынан мүлде өзгеше болған. Демек оған шабуыл жасаған адам басқа біреу. Сол кезде фильмде екі австралиялық аңшы көрсетіледі. Қасиетті жарғанат дәл солардың қолында болады. Эйс жасырын барып, жануарлардың дауысын шығарады. Аңшылар сыртқа шыққанда ол лашыққа кіріп, жарғанатты алмақ болады. Алайда аңшылар оны ұстап алып, байлап тастайды. Эйс ағаш тордың ішінде қалады. Біраздан кейін өзін босатып шыққанымен ағаш құрылым сынып, ол төмен құлап кетеді. Кейін медитация жасап отырып, бүкіл оқиғаның артында Гуно тұрған түсінеді. Эйс тайпа көсеміне барып, бәрін айтып береді. Сонда екі австралиялық аңшының Гуноға жұмыс істегені белгілі болады. После войны может начаться расследование ее причин. Вы были бы доказательством того, что я хотел ее предотвратить. Олардың жоспары екі тайпаны бір-бірімен соғыстырып, қасиетті жарғанатты сатып көп ақша табу еді. Бірақ Гуно керісінше барлық кінәні Эйске жабады. Қауіпсіздік қызметі Эйсті тұтқындап, көлікпен алып кетеді. Сол кезде Эйс пілдің дауысын салып, айғайлайды. Нағыз піл келіп, көлікті қиратып тастайды. Эйс пілдің үстіне мініп қашып кетеді. Ол джунглидегі көптеген жануарларды өз дауысымен жинап, Гуноның үйіне шабуыл жасайды. Алайда Гуно қасиетті жарғанатты алып қашып кетеді. Эйс оның соңынан түседі. Орманда Гуноның көлігі ағашқа соғылып апатқа ұшырайды. Ол жарғанатты тастап, өзі қашып кетеді. Кейін екі тайпа соғысу үшін жиналады. Бірақ дәл сол сәтте Эйс қасиетті жарғанатты алып келеді. Тайпа адамдары шындықты түсініп, Гуноның сатқын екенін біледі. Барлығы Гуноның соңынан қуады, бірақ ол орманға қашып кетеді. Сол кезде гориллалардың жұптасы маусымы басталып тұрған еді. Бір горилла Гуноны ұстап алып, өз жұбы ретінде таңдайды. Бұл фильмдегі ең күлкілі сәттердің бірі. Соңында Бачуту ханзадасы мен Бачати ханшайымның үйлену тойы өтеді. Бірақ той кезінде ханзада сыртқа шығып, ханшайымның бұрын пәк болмаған айтады. Тайпа адамдар мұны Эйстен көреді де, бәрі оны өлтіру үшін соңынан қуа жөнеледі. Осылайша фильм күлкілі қудалауымен аяқталады.